Действительно, ақша табатын стратегиядан ақша тапқыларыңыз келсе, онда біздің сабақтарды рет-ретімен қарап шығыңыздар. Ары кетсе 2-ақ күн уақыттарыңыз алады. Біздің сабақтарды рет-ретімен қарап шығу үшін видеоның астында менің каналым тұр. Сол каналым үстінен бассаңыздар, плейлист деп шығады, немесе ойнату тізімдері деп тұрады. Соның үстінен басқаннан кейін сіздер сабақтарды рет-ретімен көріп шыға аласыздар. Егер де сіздерге қандай да бір нәрсе түсініксіз болса, кері байланыс қажет болып жатса, онда менің cryptoplus.ulaskan атты инстаграм парақшама тіркеліп алыңыз, және сол жақтан кері байланыс алсаңыздар болады. Сізге сәттілік, сабақты бастаңыз. Бұл сабақта мен сіздерге Binance'қа настройка жасауды көрсететін боламын толыққанды. Қараңыздар, яғни Binance'ты ашып алдық, соның ішінде безопасностьті ойлап, яғни настройкасын толыққанды жасап қоюымыз керек. Енді біз осылай басты бетке кірген кезде, осылайнан бізде пустой жер тұрады, осындай верификация деген жерде пустой жер тұрады. Сол пустой жерді басасыздар, басқан кезде мынандай бет ашылады, яғни астынан верификация, безопасность деп шығып тұрады. Осы безопасность дегенді міндетті түрде басасыздар. Басқаннан кейін сіздерде мынандай жерде паскейк, приложение для аутентификация, электронный почта, пароль деген сияқты астында мына жерде сарын, мына жерде стрелка көріп тұрсыздар ма? Вот осыны бассаңыздар, асты қарай еще тағы да түсіруге болады екен. Яғни түсірген кезде сіздер ол жерге телефон номерлеріңізді тіркеу керек боласыздар. Телефон номерді енді бір ғана Binance'қа тіркесеңіздер болады, бір ғана Binance аккаунтқа, қалған 3 Binance аккаунтқа керек емес. Неге? Өйткені ол Binance аккаунтқа неге номер тіркейсіздер? Өйткені сіздер P2P арқылы USDT, яғни ақша сатып алуларыңыз керек, Каспи арқылы ақша сатып алуларыңыз керек. Сол кезде міндетті түрде номер тіркелген болу керек. Сол үшін де бір аккаунтқа номер тіркеп қойыңыздар. Хорошо? Так, енді паскейкке енді сіздер бұл жерде паскейктің үстінен басасыздар. Бірінші паскейк тіркейтесіздер. Добавить паскейк деген шығады осындай. Оны басасыздар. Басқан кезде сіздерге поштаға код барады. Сол поштадағы кодты не істейсіздер? Осы жерге әкеп қоясыздар. Бағанағыдай поштаға код барады. Соны отправить деп басасыздар. Кодты қойғаннан кейін. Одан кейін сіздерге дәл осылай шығады. Продолжить деп басасыздар. Әрине сіздердің телефондарыңыз iPhone болатын болса, сіздер Face ID жұмыс жасайтын болса, сразу түрлеріңізбен продолжить деп еніп кете салады. Ал егер де сіздерде Samsung, басқа да бір телефондар болатын болса, Face ID жұмыс жасамайтын болса, онда бас бармақпен кейбір телефондарда артында бір немен ашылады. Болмаса, кейбір телефондар жаңағыдай қандай да бір немен, жаңағыдай сандармен, кодтармен ашылады. Яғни солай қойылады Face ID деген. Солармен қойып қойсаңыздар болады. Яғни бұл алдағы уақытта аккаунттан аккаунтқа ауысқан кезде оңай жұмыс жасайтын болады. Сондықтан да міндетті түрде бұны сіздер қосуларыңыз керек. Продолжить деген кнопканы басасыздар. Басқаннан кейін сіздерде уже көрдіңіздер ме, галочка шығады. Дәл осындай галочка шықса, онда сіздерде қосылды деген сөз, паскейк қосылды деген сөз. Енді паскейк деген мысалға қарапайым айтатын болсақ, жаңа Каспиге кіресіздер ғой, перевод жүргізген кезде сіз түріңізге қарайды, ешқандай SMS код сұрамай-ақ біреуге ақша жібере салады, жаңағыдай ашылып кете салады, Каспиіңізге кіріп кете салады деген сияқты, тура сол сияқты нәрсе ғой. Жалпы білмейтін кісілерге. Одан кейін продолжить для аутентификация дегенге кіресіздер. Кірген кезде осы жерде включить дегенді басасыздар. Басқан кезде дәл осындай бет ашылады. Сол кезде осыны скопировать етіп аласыздар. Мына жерде кодты, копировать етіп аласыздар. Копировать етіп алғаннан кейін пока что далее деген кнопканы баспайсыздар. Копировать етіп аласыздар да сіздер Google аутентификатор деген приложение жүктеп алдыңыздар. Сол приложение кіріп, мынандай жерінде плюс батырмасын басасыздар. Плюс батырмасын басқаннан кейін настройка ключ, то есть внесите ключ настройка дегенді басасыздар. Одан кейін добавить дегенді басасыздар. Добавить дегенді баспай тұрып, әрине мына жерге мысалы қай аккаунтыңыз, названиясын өзіңіз шатасып кетпес үшін жазсаңыздар болады. Мысалға Binance 1LL дедім, яғни Binance'тың бірінші аккаунты деген сияқты білдіреді. Жаңа екінші ключ деген жерге копировать етіп алған ключті сіздер не істейсіздер, осында орнатасыздар. Мына жерге тип ключ деген жерге ондай ештеңке қоймайсыздар и добавить дегенді басасыздар. Сол кезде көрдіңіздер ма, мына жерде менде екеуі ғана ашық тұр. Binance, Instagram, крипто деп тұр. Одан кейін міне үшінші мен добавить еткеннен кейін үшінші ашылды. Осы жерде қарасаңыздар, міне мына жерде бүйтіп
бір кішкене бір 15 секундтай қарап тұрсаңыздар, осы жерде айналып бітіп қала береді, айналып бітіп қала береді. Осы айналып бітіп қалып жатқан кезде мына кодтар бір каждый 15 секунд сайын ауысып отырады, иә. Сол 15 секундтың ішінде бітіп қалмай жатып, сол жаңа кодты не істеу керек, сіздерге енгізу керек. Вот не істейсіздер? Қайтадан Binance'қа барасыздар. Binance'қа барған кезде жаңағыдай бет ашылып тұрады, иә. Сол кезде жалғастырасыздар. Далее деген кнопканы басасыздар. Далее деген кнопканы басқан кезде жаңағыдай мысалға мына жерде жаңа код келіп тұр ма? Сол кодты не істейсіздер? Сіздер осы жерге орнатасыздар. Отправить деп басқан кезде не істейсіздер? Сіздер мына жерде уже галочка жанады екен. Галочка жанады, и галочка жанған кезде осылайнан 1, 2, 3 галочкада жанып тұрады. Енді почта ол басында ашып жатқан кезде қосылғандықтан ол автоматты түрде жанып тұрады. Яғни осылай 3 неде галочка міндетті түрде жанып тұру керек. Одан кейін бағана айтқандай телефон номерді қосу үшін міндетті түрде 4 аккаунтқа да қосып тастаңыздар болады, қаласаңыздар 2 аккаунтқа қосып қойсаңыздар болады. Әр аккаунтқа бір номер ғана қосылады, иә. Яғни осы аккаунтқа қосқан номеріңіз келесі бір аккаунтқа не істемейді, қосылмайды екен. Енді сондықтан да осы жердегі астындағы мына стрелканы басасыздар. Басқаннан кейін сіздерге добавить номер деп шығады. Соның үстінен басасыздар, номерлеріңізді тересіздер, и астына мына жерге отправить код деп шығады. Осы жерге соны басасыздар. Сол кезде сіздерге код автомат түрде келеді. Сол SMS болып келеді, немесе жаңа WhatsApp-тарыңызға келеді. Сол кодты сіздерге осы жерге қоясыздар и отправить деген кнопканы басасыздар. Сөйтіп сіздер телефон номерлеріңізді қостыңыздар деген сөз. Осымен сіздерде Binance аккаунтқа настройка жасап толыққанды біттіңіздер деген сөз. Яғни болды. Binance аккаунтқа настройка жасап біттік. Енді келесі сабақтан бастап Futures деген не, сол жақтың настройкаларын жасап, сол жақтың толыққанды үйренетін боласыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Осымен настройка сабағымыз толыққанды бітті.